Немересі Ахмет өмірге келгенде ауыл ақсақалдарынан бата алып, азан шақырып ат қойған. Ахмет бала кезінен зерек болған. Ол басқа балаларға ұқсамайтын, оқып білуге құштар, ізденімпаз, өз замандастарының алды болған. Ахмет Торғайдағы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебін тәмамдап, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездерінде орыс-қазақ мектептерінде оқытушы, Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарды. Балалар оқуға байшатпағара, жуынып киінуге шапшаңырақ. Шақырды тауық мұны әлде қашан, қарап тұр деп еседен күн шықты. Адамда ұшқан құста жүрген анда, жұмыссыз тек жүрген жоқ ешбір жанда. Кішкене қоңызда жүршігін сүйреп, барады араларда ұшып алға. Күн ашық, тоғайлар шапқан жанарма, оянып жанма құлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы, сайрағазда қалдақтың сыңғырлығы. Өзенде балықшылар ауғарап жүр, тоғайда орақ даусы шам жұмырған. Аллала, ал кітапты қолдарына, құлдарын Құдай сүймес, жалқау болған. Менің халқым, ұлтым, қазақ халқы да басқа халықтар сияқты білімге, ғылым мен өркениетке қол жеткізетініне сенімім мол. Келер ұрпақ осы аманатты қолға алатындарына мен